Сәлеметсіздер ме халқым? Мен кешегі 5 ақпандағы болған оқиғаға байланысты Ұзақбай ұлы Мержанның мамасы Жиенбетова Манчук Кенесары қызымын. Осы оқиғаға байланысты мен бар білгенімді айтайын. Себебі осы оқиғаның бастан аяқ мен әлі осы күнге дейін жүрмін. 5 ақпан күні балам сабақына барады. Бірінші сабақ бітеді, және екінші сабақ бітіп қоңырау соғылғанда балам класста отырады. Ол класста отырған камера мектептің ішінде сақталған, және оны өз көзіммен көрдім, бірақ бізге түсіруге рұқсат берілген жоқ. Сол жерде осыншама халық баланың жаман қылықтағы жүрген видеосы тарап жатыр. Ал неге баламның класста өзімен өзі отырып, сабақта отырып, оған куә сол іштегі классындағы ұл қыздары, және мен балам 2-ші этажда 66-ші кабинетте оқиды. Ал бұл балдар 3-ші этажда оқиды. Сол 4 бала келіп, менің балама кабинетіне келіп, Мержан деп шақырып, Мержанға сондай өрескен мінездер көрсеткен. Және ол балама туалетке жүр деген 4 бала. Содан балам туалетке барғанда, бәрі 4 балаға күшілік келмейтін болғаннан кейін, осындай жағдайға әкеліп отыр. Осыған дейін балам күз айында мені маман басқа мектепке ауысайыншы деді. Сосын мен айттым, балам басқа мектепке барып не істейсің? Өзіңнің классың тұрғанда 1 жыл қалды, осы мектептен абыроймен аяқтап шық дедім. Мен үнемі балама сабаққа барып итермелеймін. Балам бірақ сабаққа барғысы келмейді. Бірақ күшпен, айқаймен әке-шешесінен ұрысқаннан кейін кетіп жүр. Енді бір күні мен анашым, сіз маған сабаққа бар дейсіз. Бір күні мен басқа жағдайда кетсем қалай оласың деген сөзі мен есіме кетпейді, бірақ мен жамандыққа жорымадым. Балам сабаққа барғысы келмей тұрған шығар деп ойладым. Міне көрдіңіздер ме, артық қандай болып жатыр. Ең соңында жаман атақты менің балам Мержанға қалып тұр. Егер 4 бала оның сыныбына, классына бармаса, 3-ші этаждан 2-ші этажға менің балам бұндай күйге бармас еді. Өзі қатты ызаланған, намысына тиген, соны екі жақты бірдей қарау керек. Ол бір жақтан болмайды. Менің балам ауру емес, менің балам жынды емес. Ауру болса, жынды болса, сол тұста коридорда балдар тұр. Кішкентай қыз тұр, үлкен қыз тұр, кішкентай бала да тұр, үлкен бала да тұр. Соларға неге жүгірмейді? Тек қана өзіне 4 бала жалпы келіп тұрған. 4 балаға кәдімгі жүгіріп, соларды артынан қуып жүр. Қатты намыстанған, қатты ашуланған, бұл осыған келтіріп тұрған ол 4 бала. Өзінің жаңағы параллелькласста оқитын балдары. Сондықтан сіздерге айтарым, бәрінде анасындар. Екі жақтың балдарында жаңа 4 балада менің арыз шағым жоқ. Алдағы уақытта олар бір-біріне кек сақтамасын. Ата-ананың тілейтіні сол, аман болсын, дос болсын. Енді алып қашпа сөзге сенудің қажеті жоқ. Осыны эфирге шығып, өз аузымен жеткізім келді. Қай ата-ана баласына болмасын ойлайды. Балам әр күні сабаққа кетіп баратқан кезде, балам тентек болма, үйге жақсы кел деп айтамыз. Ол барлық ата-ананың айтатын баласына ақылы. Енді айтайын дегенім, мына жерде балдар дейтін жаңағы, мен айтам ғой, сенен мүмкін ақша сұрай ма, әлде сен бірде қорқытып жүр ма десем, жоқ дейді жауап береді. Егер ондайды бала ата-анаға ашылып айтпайды ол әңгімені. Бала мұғалімге ашылып айтпайды. Себебі балдардың арасында ондай сөз айтып қойса, терпеле деген сөз бар екен. Оны мен кеше осындай олар айқайдан келіп естіп отырмын. Ол терпеле деген сөз үшін ол балдар бір-біріне ата-анасына айтпайды екен. Ал енді мектеп директоры Айгүл Жылқыбаевнаға келетін болсақ, ол кісіден біз дейтін жанұямыздың атынан кешірім сұраймыз. Және де ол кісінің Айгүл Жылқыбаевнаның осы Пушкин номері 6-ші мектепте сол директорлық жұмысында қалуын сұраймыз. Және осындай жаңағы ұйымдастырып жатқан қол қоюға біздер жанұямыз атынан қол қойдық қалсын деген. Менің балама 4 бала келмесе, менің балам сабақта өзімен өзі отырған бала. Сондықтан халқым екі жақты бірдей қарау керек. Бұны бүкіл ата-ана түсінеді деп ойлаймын. Сондықтан жалғыз ғана менің балам былай жүр екен, солай жүр екен, бәленің баласы екен деген әңгіме бізге керек емес. Менің балам еңбекқор бала. Және де осы күнге дейінгі сипаттама мінездемені мектебі жақсы бағада берді. Және көршілеріме де көп рахмет. Және де өзінің жаңағы қатысып жүрген әр саладағы
ағайлары апайлары да жақсы бағасын берді. Сондықтан және де классындағы барлық оқушы ұл қыздарына көп рахметімді айтамын. Барлығы Мержан қандай, соның бәрін сипаттап мінездеме бергендері үшін көп алғысымды айтамын. Енді алдағы уақытта балам мен ешкімге тиіспейді, балама ешкім тиіспесін деп мен Алладан сұраймын. Ол менің Алладан сұрап алған бір түйір балам, көп те балам жоқ, менің бір түйір балам менің ол. Сондықтан халқым сөздікпен бала шағамыз аман болсын.